бір адамның кім екенін білгің келсе, қолына билік бер. Адам баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істер де дәл солай, кішігірім істен бастау алады. Аяқтан сүрінген тұрып кетер, тілінен сүрінген құрып кетер. Ақылды үйренуді, ақымақ үйретуді сүйер. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға шындықты айтпа, түбіңе жетер. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, грек жаңғағын балға араластырып жей беріңіз. Жұмысты жалқауға тапсыр, сонда өзіңе үйретеді. Ашумен істеген іс шығынға душар етеді. Өзгеге я деп, өзіңе жоқ демейтініңе сенімді бол. Бақытты адам кешірімді келеді. Ашулы кезде шешім шығарма. Әрқашан адал, шыншыл болыңыз. Сонда өзгелер алдында құрметті боласыз. Есіңізде болсын, сізге берілген уақыт шексіз емес. Сондықтан оны ақылмен пайдаланыңыз. Қандай да бір жетістікке жеткіңіз келсе, дәл бүгінгі күннен бастаңыз. Мәселені шешудің ең оңтайлы жолы оған басқа қырынан қарау. Шыда деп айту оңай. Өмір бір-ақ рет беріледі. Бірақ бізге берілетін мүмкіндіктер шексіз. Жамандықты бәрі байқайды, ал жақсылықты санаулылар ғана. Ақыл менен білім төбеңді көкке жеткізеді. Жетістіктің үш құпиясы: басқалардан көп білу, өзгелерден көп жұмыс істеу, басқаларға қарағанда аз нәрсе күту. Өзімшілдік орасан зор кемшілік. Боранды күні берілген уәде, тұнық күні үміт болады. Адам естіп білгенмен ғана қалыптаспайды. 6 жасар балаға бір нәрсе түсіндіре алмай жатсаңыз, демек оны өзіңізде түсінбегенсіз. Қайғының көзінше қарқылдап күлме. Қанша асықсаң да мезгілі жетпей, іс бітпес. Дүние кейде бал сыйлайды, кейде ара боп шағады. Су өзінің өрт сөндіре алатынын білмейді. Дүние тауқыметінен 2 адам құтылар. Біреуі әлі тумаған адам, екіншісі өлген адам. Кім қаласа жол іздейді, қаламаса себеп іздейді. Ештемеге қарамай үйлен. Жақсы әйел жолықса бақытты боласың, жаман әйел жолықса философ боласың. Жаманмен жолдас болсаң көрінгенге күлкі етер, жақсыменен жолдас болсаң айырылмасқа серт етер. Сыпайы сырын білдірмес, ажал жетпей жан шықпас. Жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да тартпай қоймас. Құм жиналып тасты болмас, құл жиналып бас болмас. Ақылмен арыстанды да ұстауға болады, ақылсыз тышқанды да торына түспес. Жасауы мол келіннің күйеуі жуас келеді. От түтінсіз болмас, жігіт мінсіз болмас. Атасынан ақыл алса, тентек ұлды да түзелер. Еріншекке есікте асу көрінер, жалқауға бұлт та жұт көрінер. Жасында тырысқанның қартайғанда қуанышы көп болар. Кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі. Ашу қысса, ақылың ғайып болар. Ақымақ адамның мынандай 2 белгісі бар. Өзіне пайдасы жоқ нәрсені сөз ету. Өзі білмейтін нәрсеге мұңын тығу. Еріншек ертеңіне сенеді. Еңбекқор бүгінінен нәтиже күтеді. Еріншекте табыс жоқ, сылтау көп. Еңбек етпегенге нан жоқ. Еріншекте де арман көп. Еріншектің күні ертеңмен өтеді, ал ертең ешқашан келмейді. Жалқаудың жұмысы аяқталмас, себебі ол бастамас. Еріншекке кедергі өз еркі, еңбекқорға тек белсенділік. Өмір жол емес, таңдау әр қадамның болашағыңның негізі. Өмір су сияқты, тоқтап қалсаң лайланып кетесің. Уақыттың қадірін білмесең, өмірдің қадірін түсінбейсің. Өмірдің мәні мақсатта емес, сол мақсатқа жету жолында. Өмір саған берілген сый, ал оны қалай өткізетінің сенің қолыңда. Өмірде ұтылыссыз болмайды, тек сабақ қана болады.
өмірді түсінгің келсе жақсыны тыңда, ақылмен сарала.